Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода шаң сорғышымыздың осындай жапырақшасы сынған. Мінекей үшеуі бар, біреуі жоқ, яғни бас жағына осылай салған кезде жұмыс істеу барысында алынып қалады. Сондықтан осы төртінші жапырақшаны қайтадан қалпына келтіру керек. Мен оны мына жалюзиге арналған темірден қоймақшымын, себебі бұның темірі пружина сияқты өте қатты, және де мына майысқан жері, бүгілген жері мына пластмассқа ұқсас, сондықтан осыдан қоятын боламын. Мінекей темірімізді қиып, біраз домалақша қылып жасадым. Мына жерлерін үш жерден кестім, яғни сәл былай ойық болып тұратындай. Қазір енді осындай болтпен тартатын болам, бірақ мына болттың басын кішкене қайрап жіберетін болам. Неге болт қолданам, қазір ол туралы сіздерге айтатын болам. Мінекей болттың басын тегістеп қайрап қойдым. Әрине мынандай заклепкада салуға болар еді, бірақ мына турбаға жаңағы мына темірімізді бекітер кезде жағында жаңағы заклепкамыз шарик сияқты болып шығып тұрады. Ол жерге мусорлардың бәрі тіреліп, осы жеріміз жиі бітелетін болады. Сондықтан осындай болт салу керек болады. Мінекей темірді орнатып қойдым. Мына гайкамыз астың жағына қарап тұрады, көрінбейді жұмыс істеу барысында. Мінекей теміріміз жағынан осылай орнатылған, яғни заклепка болса, онда мына жерден мусорлардың бәрін ұстап қалар еді. Осылай үш бөлікке қиып, осы трубканың диаметрі сияқты иіліп тұратындай қылып жасадым. Енді қазір басына салып көрейік. Мінекей қазір қалай бұрасақ та трубкамыз алынбайды. Мінекей жан жаққа регулировка жасалады, және татсақ алынбайды. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.